Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер шығарамыз. Бұл сабақта сен логикалық есептің жаңа түрлерімен танысасың, логикалық есепті басқа тәсілдермен шығаруды үйренесің. Балалар, бүгінгі сабақта біз әртүрлі логикалық тапсырмаларды орындаймыз. Мына тапсырмаға назар аударайық. Сіріңкенің бір таяқшасын жылжыту арқылы тура теңдік жаса. Балалар, бізге сіріңке таяқшаларынан 9 бен 3-тің қосындысы 6-ға тең деп тұр. Бұл тура емес теңдік. Енді осы теңдікті біз тура теңдікке айналдыруымыз керек. Ол үшін бір таяқшаны жылжытуымыз керек. Қандай теңдік құрастырсақ болады? Ойланып көрейік. Яғни балалар, мына 9 деген сандағы бір шиді алып, жауабындағы 6 деген санға апарамыз. Сонда қандай теңдік шықты балалар? Дұрыс айтасыңдар. 5 қосу 3 тең 8-ге. Яғни 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең деген тура теңдік шықты. Келесі тапсырма. Себетте 2 алма және 6 алмұрт жатыр. Себеттен 4 жеміс алынды. Олар қандай жеміс болуы мүмкін? Балалар, қарайықшы, 2 алма 6 алмұрт бар екен. Яғни біздің алмамыз 2-ден аспау керек. Сонда балалар, 3 нұсқасы бар екен. Бірінші нұсқа 4 жеміс болу үшін ол 1 алма, 3 алмұрт болуы мүмкін. Екінші нұсқа 2 алма, 2 алмұрт алынуы мүмкін. Үшінші нұсқасында 4 алмұрт болуы мүмкін екен. Яғни бұл есептің шығару жолында 3 нұсқа бар екен. Келесі тапсырмаға қарайық. Жасырынған санды тап. Бізде сандар суреттермен жасырылып тұр екен балалар. 3 бірдей шырынның қосындысы 30-ға тең екен. 1 шырын мен 2 бутербродтың қосындысы 20-ға тең екен. 1 бутерброд пен 2 фридің қосындысы 9-ға тең екен. Енді осы шырынның астында қандай сан, бутерброд қандай сан, фри қандай сан екенін табуымыз керек. 3 бірдей шырынның қосындысы 30-ға тең. 3 бірдей қандай санды қоссақ 30-ға тең? Дұрыс айтасыңдар балалар. 3 бірдей, яғни 10-ды қоссақ. Сонда біздің шырынымыз 10-ға тең, бутербродымыз 5-ге тең, фриіміз 2-ге тең екен. Енді тексеріп көрейік. 3 шырынның орнына 3 10-ды қоямыз. 3 10-ның қосындысы 30-ға тең. Енді 1 шырынның орнына 10-ды, 2 бутербродтың орнына 5-ті қояйық. Сонда жауабы 20-ға тең болып тұр. Енді 1 бутербродымыз 5-ге тең, 2 фриіміз 2 қосу 2. Сонда 9-ға тең. Яғни біздің жасырынған сандарымыз шығып тұр. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтың 106-107 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 103-104 бетіндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт, жарайсыңдар.